70 жылда 100 жылға татитын еңбек жазған тұлға. Ол осы уақыт ішінде талай туындыны дүниеге әкеліп, талай алдына қойған мақсаттарға қол жеткізді. Түнде ұйқысын, күндіз күлкісін тыйып оқырмандарды ойға шомылтатын, ойлантатын, тебірентетін дүниелер жазды. Ермаханбеттің өр мінезін жанына серік етті. Ұлы Абайдың ұлағатты ілімін әлемге паш етті. Осылай түртінектеп жүрген тірлікте 70 жыл өтті де кетті. Ол қазақтың ұлы, құрметті жазушысы Шәкеннің Роланы. Мен ол кісіні сырттай танушы едім. Алайда жайыққа ара-тұра келетін ағаммен аз уақыт ішінде оны өмір бойы танитын секілді араласып кеттік. Жазушымен өткен жарты сағат. Кірдеске баспаған ағайын, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама дейді. Махамбет бабалары қалай айтады? Ролан Шәкенұлы Сейсенбаев 1946 жылы 11 қазан күні Семей өңірінде дүниеге келген. Ол өнер жолына ерте түскен азамат. Кеңестің қатал салқын саясаты үстемдік еткен кезде бабасы Шәкәрім туралы шығарма жазып еді. Бұл тақырыпты қозғауға әлі ерте дегенді алға тартып Шәкен әкесі тұңғыш туындысының көзін жойды. Перзентінің өміріне қауіп төнбесін деген әкенің жанашырлығы ғой. Алайда елінің ұлы болып туған Роланның сағы сынып қалған жоқ. Жазушы аңсау, сағынтып жеткен жаз еді, тау басында түйіскен жол және тағы да басқа түрлі повестер мен әңгімелер жинақтарының авторы атанды. Абайдың қара сөздерін орыс тіліне аударған, сонау Лондонда Абай үйін ашқан өнер жанашыры, халықаралық аманат журналының негізін қалаушы. Ролан Сейсенбаев осыдан бірер жыл бұрын өңірімізге арнайы келіп, облыстың бірнеше тарихи орындарын аралаған еді. Ең бірінші ол әулие Жұмағазы Хазіреттің басына Құран оқып, баба рухы үшін дұға жасады. Ролан аға Ақжайықты ерекше көреді. Батыр бабалардың ат тұяғы тиген жер, әнші күйшілер, ақын жыраулардың жері деп батыс өңірін құрмет тұтады. Азаттықты аңсап өткен батыс алашордашылардың астанасы болған Сырым елінің топырағы. Бұл жерде жазушы Сырым батыр төбесіне арнайы соғып, ұлт азаттық көтеріліс көсемінің әскері шайқасқан орынға барды. Тарих тұнған даланың аурасы жазушыға ерекше шабыт сыйлағандай көрінді бізге. Ақжайық еліне келуді көптен армандаған болатынмын. Оның ылғи сәті түспеді. Біз қазақтың бір туар үлкен ақыны Жұман Молдағалиев аға екеуміз осы елге келіп, осы елде жүруді бір армандап едік. Осы елді біл, Ролан, осы елді тарихын оқығансың, өзің көр, елің көр, ұлы мен қыздарын аңғар, даласын қара. Бұнда бұл әулиелердің елі, бұл батырлардың елі деп көп айтушы еді. Алла осы халыққа, қазақ халқына үлкен несібе берген, өзінің кең ниетіне, мейірімді көңіліне, асыл жүрегіне сыйдырып, ұлы жер берді, кең жер берді. Тілеуін беріп жердің астында бай қылды, үстінде бай қылды. Енді сол жердің астындағы байлықта, үстіндегі байлықта қазақ халқының ырысына дарысын, қазақ халқының бақытына дарысын. Аллаху акбар. Жақанша Досмахамедовтың музейі тура осы Сырым елінде алаш арысы, дала уәлиятын құрып, қазақ елінің азаттығы үшін күреске бел буған болатын. Ролан аға музейдегі әр жәдігерді ерекше ынта-ықыласпен қарап, тарих тұңғиығына бойлады. Өмірін елдің жарқын ертеңі үшін қиған бабалар рухына тағзым етті. Өнер бұйымдарын, тұтынған заттарын, сол жаңа алаш қайраткері зиялы қауым туралы айтып жатыр, сол тұтынған заттар ретінде қойып отыр. Сол батыр бабамызды сол ерте замандан мынау өз қолдарынан қалған заттарын, бұдан ертеректе жаңағы несінен құмған, жаңағыдай жез құмған еген сол кісінен енді Ролан Шәкенұлы қазақ зиялылары мен өнерпаздарымен бірге шетел ұлыларында қатты құрмет тұтады. Оның көп шығармалары орыс тілінде екендігін оқырмандар жақсы біледі. Ақжайықтағы сапар кезінде ол атақты орыс жазушысы Шолоховтың де музейінде болды. Дариян ауылында жазушы өзінің «Они сражались за родину» романын жазып бастаған еді кезінде. Вот здесь Шолохов начинает писать роман «Они сражались за родину», вот именно за этим столом. Вот
Вот. Но у нас большие связи с Государственным музеем заповедника Вешенской и с потомками Шолохова. Михаил Михайлович 2000 года, вот сейчас он тяжело приболел, вот, последний раз в 2012 году был, в начале января, вот, а сейчас он приболел и, наверное, больше никогда не сможет приехать. Сейчас он внук там, приезжает, да? директор музея, да. Сейчас внук стал директором. Он с 2001 года, сын Михаила, да, вот он был, Александр Михайлович Шолохов. Өткен жылы Ролан Сейсенбаевтың «Майдан әндері» атты моноспектаклі ұлы жеңіс күні қарсаңында өңірдегі соғыс және тыл ардагерлерінің назарына ұсынылды. Қазақстанның халық әртісі, актер Тілектес Мейрамов кейіпкерлерді бастан аяқ бір өзі сомдап шыққан бұл қойылымды қалың көрерменмен бірге облыс әкімі Алтай Көлгінов те тамашалаған болатын. Кейін жазушының Махамбет Өтемісұлы, Жұбан Молдағалиев, Ақштап Бақтыгереева, Қадыр Мырзали, Қайрат Жұмағалиев сынды біздің өңірден шыққан ақын жазушылардың шығармалары басылған кітаптарының тұсауы кесілді. Ролан аға туралы көп нәрсе айтуға болады. Оның кешегі өткен тарих пен бүгінгі бейбіт заман туралы ойлары бізді ерекше толғантты. Ендеше жазушы ағаммен болған сұхбатты сіздің назарларыңызға ұсынсақ. Ролан Сейсенбаевтың Ақжайықтағы монологы. Қазір көптеген реформалар жасап жатыр. Сол реформалар тек қана сол сөзде болмай іспен дәлелденсе, ол дұрыс болар еді. Біз жердің астындағы байлықты да, үстіндегі байлықты да өзіміз, өз халқымыз, өз еліміз пайдалану керек. Сол осы елдің, осы халықтың пайдасына шешілу керек. Жаһандану заманының жылдамдығы, жайын, уақыт, күнделікті біздің өмірімізді де, ғасырымызды да жеп жатқан кезде біз өз еліміздің, мемлекетінің жылдамырақ жұмыс деген қалағандығымыздан осындай шындықтарды айтамыз, көргенімізді айтамыз. Жылап жатқан аналарды көргенде, еңіреп жатқан аталарды көргенде, мынау оқымай, дала кезіп, үйсіз күйсіз жүрген аш-жалаңаш балаларды көргенде, сол кезде туатын ойлар, ауыратын жан. Қазақстан өзінің дербестігін алған кезде әркім өзінше өмір сүріп жатты. Сосын да мында келгенде, осы оралға келгенде тағы да Нұрсұлтан Әбішұлы, сендер қазақтар, мына облыстар, батыс облыс, бір-біріңді жақын тұрған облыстар, бір-біріңмен дос болыңдар, бір-біріңнің жағдайыңды біліңдер, араласыңдар деген сөзі ол үлкен аталық сөзі. Таланттар бір жерге жиналу керек. Сол таланттар бір жерге жиналып, бір-бірімен істе болғанда өздерінің істерінде жақсы алға басады. Өйткені там соперничество, соларда үлкен бәйге болады. Үлкен бәйгеде ғана мықты тарланбоз таланттар туады. Солар күшейе береді. А бізге күшті тарланбоз таланттар керек. Қалғымайтын, жақсы шабатын, жайлы шабатын, жайлы. Бірақ жайсыз шабатындардың ала беру керек, өйткені ол талант қой. Адамға өмір тек бір рет беріледі. Сол өмірді ұлтына, жұртына қызмет етуге арнаған адам ғана артына өшпес үн, кетпес із қалдырады. Ролан аға 70-ке келсе де әлі ширақ, қартайдым деп қалжырап қалған емес. Оның әлі алда жазары, той топыр базары бар. Ақжайыққа келсе ерекше шабыттанып кететін ағамыздың алдағы мақсаттары мен армандары орындалсын деп тілейміз. Жазушы сол армандардың оны алға жетелейтінін де азайтпайды. Асқақ арман жетелеген ағамызға Алла тағы бір 70 жылды жазсын деп тілейміз.